Адамның санасында мәңгілік өшпесте есте қалдыратын ең керемет, ең ғажап, ұмытылмастай сәттер сыйлайтын ол балалық шақ. Балалық шақ бір рет қана келетін, қайта оралмайтын, сағына еске алатын ғажайып әлем. Менің әрбір күнім сыңғырлаған күлкілерімен, тәтті қылықтарымен баурайтын балаларымды қарсы алудан басталады. Жақсы көңіл күймен бастап, түрлі жаттығулар жасаймыз. Түрлі қимыл қозғалыстардың арқасында балаларымыз күні бойы сергек жүреді. Балаларға мәдени гигиена дағдыларды үйрету назардан тыс қалған емес. Олардың бойына мәдени гигиеналық, жеке гигиеналық дағдыларды сіңіру үшін ереже жүйелігін сақтау керектігін үнемі естеріне салып отырамын. Және де әрекеттерді нақты да дәл орындауға көп көңіл бөліп келемін. Ас адамның арқауы. Денсаулықты сақтау дұрыс тамақтанудан басталады. Баланың денсаулығына назар аударылуы бүлдіршіндеріміздің ертеңі бүгіннен басталатынын көрсетсе керек. Ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан ас қайырып бата беру өз маңызын жоймақ емес. Балаларымыздың бойына саналы тәрбие беру негізгі мақсатымның бірі. Жас ұрпақты жан-жақты дамыту, тәрбие беру, оны өмірге, еңбекке даярлауда әрбір баланың қызығуымен, қажетіне ұқыптылықпен, қамқорлықпен, баланың денсаулығын сақтай отырып, оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізіп келемін. Күн тәртібін жүйелі ұйымдастыру, бала денсаулығын нығайту, шаршаудың алдын алу, денесін шынықтыру, қимыл белсенділігін арттыру мақсатында түрлі ойындар ұйымдастырамын. Балаға білім берумен қатар, олардың ақыл-ой белсенділігін, қабілетін, шығармашылығын, іс-әрекетін дамыту барысында баламен жеке жұмыс жасаймын. Баланың жеке тұлға ретінде үйлесімді дамуына ықпал етемін. Балалардың қабылдауы мен ұғымын дамыту үшін білімді меңгеру, дағдыны қалыптастыру ұйымдастырылған іс-әрекетінде ғана емес, қызықты ойын әрекеттерінде жүзеге асырып келемін.
Адам баласы балалық шақта қандай нәзік, қандай аңғал, қандай таза еді. Әрбір бала өзінше бір әлем. Тәрбиеші мамандығының киесі де, қиындығы да осы бүлдіршіндеріміздің, періштелеріміздің үлкен өмірге қанаттарын қайыстырмайтындай етіп дайындауда емес пе? Менің жас бүлдіршіндеріме арнаған әрбір уақытым бағалы уақыт. Осы жолда аянбай еңбек етуден еш жалықпаймын деп сенемін.